Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жазатын диктантымыздың тақырыбы қалампыр гүлі. Мәтінді оқып беремін, мұқият тыңдаймыз. Қалампыр гүлі Еуропа елдерінен таралған. Гүлдің сабақтары ұзын, тікенекті, жапырақтары тік немесе қияқтанып келеді. Жапырақтары жұқа, қою жасыл түс береді. Гүлінің түсі көгілдір, ашық қызыл, қызғылт күлгін, ақ түсті болады. Гүлдері жеке немесе шоғырланып келеді. 15-20 см биіктікке өседі. Маусым айынан бастап гүл жарады. Өзге гүлдерге қарағанда қалампыр гүлі ұзақ сақталады. Оқушылар, бүгінгі диктантымыз 54 сөзден құралған. Диктантымызды бастамай тұрып, мен әр сөйлемді оқып, одан кейін барып диктант жазуды бастаймыз. Мұқият боламыз. Жаңа сөйлемді бас әріптен бастап жазатынымызды ұмытпайық. Қазір диктантты азат жолынан бастап жазамыз. Бірінші сөйлемді оқимын, мұқият тыңдаймыз. Қалампыр гүлі Еуропа елдерінен таралған. Ал ендеше азат жолынан бастап жазамыз. Қалампыр гүлі Еуропа елдерінен таралған. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Гүлдің сабақтары ұзын, тікенекті, жапырақтары тік немесе қияқтанып келеді. Гүлдің сабақтары ұзын, тікенекті, жапырақтары тік немесе қияқтанып келеді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Жапырақтары жұқа, қою жасыл түс береді. Жапырақтары жұқа, қою жасыл түс береді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Гүлінің түсі көгілдір, ашық қызыл, қызғылт күлгін, ақ түсті болады. Гүлінің түсі көгілдір, ашық қызыл, қызғылт, күлгін, ақ түсті болады. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Гүлдері жеке немесе шоғырланып келеді. Гүлдері
жеке, немесе, шоғырланып келеді. Сөйлем аяқталды. Оқушылар, келесі сөйлемнің ішінде қос сөз бар. Қос сөз қалай жазылу керек екенін ұмытпаймыз. 15-20 сантиметр биіктікке өседі. 15 20 сантиметр биіктікке өседі. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Жаңа сөйлемнің қалай жазылатынын ұмытпаймыз. Маусым айынан бастап гүл жарады. Маусым айынан бастап гүл жарады. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Өзге гүлдерге қарағанда қалампыр гүлі ұзақ сақталады. Өзге гүлдерге қарағанда қалампыр гүлі ұзақ сақталады. Сөйлем аяқталды. Оқушылар, мәтінді қайталап оқып шығамын. Жазған мәтінімізді тексеріп шығамыз. Қалампыр гүлі Еуропа елдерінен таралған. Гүлдің сабақтары ұзын, тікенекті жапырақтары тік немесе қияқтанып келеді. Жапырақтары жұқа, қою жасыл түс береді. Гүлінің түсі көгілдір, ашық қызыл, қызғылт күлгін, ақ түсті болады. Гүлдері жеке немесе шоғырланып келеді. 15-20 сантиметр биіктікке өседі. Маусым айынан бастап гүл жарады. Өзге гүлдерге қарағанда қалампыр гүлі ұзақ сақталады. Оқушылар, осымен диктантымыз аяқталды. Сау болыңдар.